Биомассаждың көмегімен жын шығарғанмын. Маған бір пациент келген, кекештігі бар тұғын. Бұл дәрігерлерге барып көрінген кезде, оның какой-то бір нервный системасы қысылып қалғандығын айтқан. Диагностика қойған кезде, оның арқасында қатты стресс бар екенін байқадым. Стрессті снимать ету үшін обязательно оған биомассаж керек. Массаж жасап өтіп жатқан кезде, ол қатты ол бала селкілдеді. Естуім бойынша оның негізінде жындар тоқтан қорқады. Бала қатты айқайлаған кезде, уже өзі айтады, жеңілдеп қалдым деп. Мына асқазан тұсынан бір нәрсе қатты шыққандай болды деді. Бұрыннан келе жатқан қабілеттер ашыла бастады. Мысалға, жол бола бастады, өмірге деген басқаша көзқараспен қарай бастады. Бұрын оның туысқандары айтуы бойынша, ол тек қана бір жерге барып, тек қана отыра береді. Мен ешқандай оқуға түспеймін, оқымаймын, маған онда ештеңе керек емес, мен тек қана мал бағамын, мал бағып та мен өзімнің өмірімді сүруіме болады деген сияқты әңгімелер айтады. Қазір ол өмірін түбегейлі өзгертіп, өлең айтып, өзінің жолын жоспарлай бастап, қазіргі уақытта ол үлкен оқу орнына түсіп, өзінің өміріне қайта орала бастады.